Сіздің ораза ұстауға деген құлшынысыңызды арттыратын 8 түрлі пайдалы кеңесті бастайық. Құрметтім, алдымен сіздерге пайдалы болу мақсатында ашылған қазақша каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңізші. Сіз ораза ұстайтын жалғыз адам емессіз. Сізге дейін де кейін де оразаны ұстауды жалғастырып жүр. Және олардың бәрі бұл айды өте жақсы нәтижемен өткерді. Бірі нәпсісін тізгіндеп, өзгелермен қарым-қатынасын реттеп, мінезін түзеп алса, енді бірі рухани қуат азық алды. Алла тағала құдси хадисте адамзаттың барлық амалы өзі үшін, ал ұстаған оразасы мен үшін. Оның сауабын өзім беремін. Өйткені ол менің разылығым үшін таң атқаннан кеш батқанға дейін тағамнан, ішімдіктерден бас тартты дейді. Олай болса, оразаның құндылықтары, Алла алдындағы дәрежесі туралы толығырақ білуге асығыңыз, жиі еске алыңыз. Бұл сіздің оразаға деген құлшынысыңызды арттырады. Биыл ұстамай-ақ қояйын, келесі жыл бар ғой деген секілді ой келсе, қуылған шайтаннан Аллаға сыйыныңыз. Себебі адамды құлшылықтан тосу, азғыру, лағнет шайтанның ісі. Нашар әдеттеріңізді тастауға бел буыңыз. Ғайбат, өсек, өтірік айту секілді нашар қасиеттерді біртіндеп жеңуге тырысыңыз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оразасы кезінде кім өтірік айтуын және өтірікті амалға асыруын тоқтатпайтын болса, ондай адамның тамағы мен сусынынан бас тартқанының Алла үшін қажеті жоқ деп айтқан. Ораза тұтпауға өзіңді алдап түрлі себеппен сылтау тауып алу оп-оңай. Мысалы, кешке дейін жұмыста отырамын, аш болсам басым істемей қалады дейтін сылтаулар бар. Иә, адам баласының сылтауы бітпейді. Келесі оразаны сізге ұстау бұйырта ма, жоқ па, ол Аллаға аян. Сол үшін әрбір сәтті пайдаланып қалуымыз керек. Адам белгілі бір деңгейде бір уақытта жүйелі түрде тамақтанып үйреніп қалғандықтан, қарны аш болмаса да асқазаннан сөл бөлініп, ол миға қарнының ашқандығы туралы жалған ақпарат береді екен. Демек, адам ашығып бара жатқандығынан емес, ең әуелі жүйелі келетін тамақтың келмей қалғандығынан қиналады. Ең бастысы, тамақ ішуім керек еді ғой деген ой аштыққа шыдатпайды екен. Бірнеше жыл бойы ораза ұстап жүрген білімді, салиқалы кісілермен сұхбат құрыңыз, кеңес сұраңыз. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліңіз.